неше түрлі хайп жасап, миллиондаған подписчик жинап, просмотр жинап, болғаннан кейін жаңағы бұл блогерлердің көбісі жаңағы түрлі қитұрқы жолмен, түрлі айламен елді алдауға көшетінін байқап отырмыз. Алаяқтықтың бұл бір түрі деп айтуға бола ма? Енді бұған жеке-жеке саралайық, енді уақытымыз бар ғой. Жалпы бізде қылмыстық кодексте 190-шы бап бар. 190-шы бап деген, яғни біреудің сеніміне кіру арқылы, немесе үшінші тармағында бар, нақты интернет жаңағы ақпараттық жүйенің пайдаланушысының сеніміне кіре отыра дейтін бабы бар да. Соған көбінесе біз алаяқтықпен теңейміз. Соны пайдалана отыра, адам сеніміне кіріп оның белгілі мүлкін алатын болса, қаражатын жымқыратын болса деген секілді, ол кезде ол алаяқтық болады. Енді жаңа гиф деп аталып отқан дүние, ол гиф жаңа оқырман жинаушы. Яғни оның былай өзі бір бейкүнә дүние негізі. Гифте ешкім ақша бермейсің, ешкімнен ақша алмайсың, тек сен тіркелесің бір парақшаға. Сол арқылы сен жаңа аккаунт иесі танымал болады. Сен таниды, сен сол гифтен жиналған адамдарды өзінің парақшаға келген, воронка дейді ғой, өзінің бір сүзгісіне түсіреді. Яғни солардың ішінен өзіне керекті мақсатты аудитория дейміз ғой, таргетированный аудиторияны табады, и сосын білгенін істейді жаңағыдай. Жарнамасын тығады, боқтан өзге курстарын тығады, ауа курстарын тығады. Сол арқылы өзінің жаңағы жертваларын тартады ғой. И көбінесе олар ешқандай кепілдік бермейді. Бірақ жарнамасында бізде жарнама туралы заң бар. Жарнама айтылған дүниемен берілетін сапа, қызметтің сапасы болсын, тауардың сапасы сәйкес келу керек. Бірақ оны қадағалап отқан біз ешбір ұйым жоқ. Жаңа әкімшілік жазаға тартып атқан жоқ. Жарнамаң мынандай, берген дүниең мынандай. Тұтынушылар құқықтар қорғау туралы заң мүлде өлік. Қазір мынау именно әлеуметтік желідегі курстар, түрлі дәрі-дәрмекке қатысты келген кезде жұмыс істемейді. Қағаз күйінде тұр ол жаңағы.